Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шәйнек жапқыш тігіп үйренетін боламыз. Видео ұнаса әрі қарай көріп, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдымен біз шәйнектің өлшемін аламыз. Оның биіктігі, көлемін, осылай өлшемдерін аламыз. Алған өлшемдерімізді қағазға сызып, үлгі жасап аламыз. Осы үлгі арқылы матаға қиып, дәл осылай етіп қиып аламыз. Мереке болғандықтан мен осылай шыршамен сәндеуді жөн көрдім. Шыршаның үлгісі керек, және бізге паутинка клей матасы керек. Қалған маталардан тігіп жатқандықтан осындай қиынды маталарды да іске асырамыз. Шайымыздың температурасын сақтап тұру үшін бізге қалың мата керек. Мен мұнда балалардың ескі шалбары, я болмаса курткасы, солардан қиып алдым. Және шыт матасы керек астарына. Енді біз іске кірісеміз. Біз паутинка матасын матаға жабыстырып алу үшін бізге самоклеющий обойдың астыңғы қағазы керек. Оны ыстық үтікпен жабыстырамыз. Шырша үлгісін қойып, сызып аламыз матаға солай. Сосын оны қиып аламыз. Енді шыршамызды матаға үтікпен жабыстырамыз. Үтігіңізде міндетті түрде су болу керек. Буланып, тез жабысып қалады. Дәл осы тәсілмен оюды жабыстырып тіксеңіздер де болады. Ол өз қиял еріктеріңізде. Алдағы уақытта сіздерге осы оюмен қалай жұмыс жасау керектігін көрсететін боламын. Қалай сәндегілеріңіз келеді, ол өз еріктеріңізде. Мен сіздерге бір жолын көрсетіп жатырмын. Бастысы қалған маталарыңызды іске асыру. Шыршамызды, ойыншықтарымызды зигзаг тігіспен тігіп шықтық. Енді бір-біріне қойып, айналдырып тігіп шығамыз. Менің матам шәйнектің биіктігіне жетпегендіктен қосымша осылай құрап тігіп жібердім. Егер де сіздерде маталарыңыз жетіп жатса, онда тікпей қойсаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей етіп, рет-ретімен жасай беріңіз.
Шыршаны моншақтармен осылай сәндеп алсаңыз да болады. Моншақтардың өлшемі, түсі маңызды емес. Бастысы үйлессе болғаны. Мананечек арқылы тігеміз. Мінекей, бұйымымыз да дайын болды. Осылай мата қалдықтарынан ерекше сәнді бұйым жасап шықса болады. Және де мына құрақ, мозаика құрағынан тігіп алсаңыздар да болады. Бұл құрақтың видеосы менің каналымда бар. Алдағы уақытта осындай пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.